Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая бүгін сіздерге ерекше әрі дәмді, етіңіз аз кезінде жасалынатын ыстық тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Таза ыдысымызға суымызды, тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болған соң үстінен ұнымызды саламыз. Қалған ұнымызды салып, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп бөлісіп отырсаңыз, дәл осындай тығыздықта болады. Бетін жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өтті, енді екі бөлікке бөлеміз. Қамырымызды тағы да бір 5 минутқа қойып қоямыз, бетін жауып. Енді салмасын дайындаймыз. Менде 300 грамм фарш, фарштың үстінен теркадан өткізілген пиязды саламыз. Үстіне дәміне қарай дәмдеуіш саламыз, тұз саламыз, жақсылап тұрып араластырамыз. Қамырымыз тұрды. Біреуін алып бір шетке қойып қоямыз. Ұнды сеуіп отырып, пельменнің қалыңдығында етіп қамыр жаямыз. Қамырымызды кесіп аламыз. Қамырымыздың барлығын ұзынша етіп кесіп алдық. Енді жаңағы фаршымызды саламыз. Барлық фаршымызды дәл осылай қойып шығамыз да, қамырымызды бір шетінен бастап, дәл осылай жабыстырып шығамыз. Барлық қамырымызды осылай жабыстырып алған соң, бір шетінен бастап кесіп шығамыз.
Алдын ала суымызды отқа қойып, тұзымызды саламыз, үстінен қамырымызды саламыз. Піскенше қайнатып аламыз. Үстінен қаймақ және көкшеп септім, яғни укроп. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп бөлісе кетсеңіз, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.